жастайынан шетінеп кеткен немесе дүниеден өткен сәбилер періштеге айнала ма? Сол туралы қазір толық айтатын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Қазір біз бүкіл періштенің түрлері туралы айтатын боламыз. Көпшіліктің сұрағы, жастайынан дүниеден өткен сәбилер ата-анасына жәннатта қызмет ете ме деп сұрайды. Жоқ, олар ата-анасына қызмет етпейді. Жәннатта адам баласы мүлдем қызмет жасамайды. Періштелер оларға қызмет жасайды. Ал жастайынан дүниеден өткен сәбилер Ибрахим пайғамбардың тәрбиесінде қиямет күніне дейін сол кісінің қасында болады. Ал қиямет күні келгенде олар ата-анасы үшін шапағатшы болып жәннатқа кіретін болады. Бірақ жәннатта қызмет жасамайды. Ал қазір сіздерге періштенің түрлерін айтып кетейін. Ең бірінші періште анасының құрсағында жатқан сәбиге келеді. Ол 40 күнге толған кезде оған періште келіп, мына 4 нәрсені жазатын болады. Ең біріншісі оның ризығы жазылады. Яғни дүниеге келген кезде ол қаншалықты ризыққа ие болатыны жазылады. Екіншісі оның өмірінің ұзақтығы, яғни неше жыл өмір сүреді. Ал үшіншісі болса оның амалы, төртіншісі болса оның бақытты немесе бақытсыз болуы. Дәл осы періштелер келіп сол амалды атқаратын болады. Келесі періште әр қайсымызда қазірде бар. Мынау оң жақ және сол жақтағы періштелеріміз. Оң жақтағы періштеміз біздің бүкіл жақсы амалдарымызды жазатын болады, бірден жазатын болады. Ал сол жақтағы періште болса біздің жаман амалдарымызды жазатын болады. Бұл бірден жазбайды. Бұл 3 сағат немесе 4 сағат күтіп отырады. Сол пенде тәубесіне келсе, ол күнәсін жазбайды екен. Сол үшін қазір субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар деп айтып кетіңіз. Үшіншісі болса тасбих айтатын періштелер. Ол періштелер тек қана Алла тағаланы ұлықтайды, Алла тағаланы зікір етеді, ұйықтамайды. Алла тағала оларды жаратқаннан қиямет күніне дейін олар Алла тағаланы тек қана зікір етеді. Келесі періштелер болса табиғат құбылыстарына жауап береді. Аспаннан түскен әрбір тамшы жаңбырды періштелер алып түседі екен. Сол үшін ол кезде дұға жасалынса, дұғасы қайтарылмайды деген. Бесінші түрдегі періштелер болса, олар арнайы қызметке тағайындалған періштелер. Яғни біреу жамағатпен бірге намаз оқыса, сол періштелер бағанағы адам үшін зікір, истихфар тілеп отырады. Келесі түрдегі періштелер сап түзейтін періштелер. Яғни олар арнайы намаз оқыған кезде жамағатпен бірге тұратын періштелер екен. Жетінші түрдегі періштелерді мен өзім қатты жақсы көрем. Яғни бұл екі түрдегі періштелер. Біріншісі, Алла тағаланы қайсы бір адам зікір етсе, сол ортада болса, мысалы біз қазір Алла тағаланы зікір етіп отырмыз, ұлықтап жатырмыз, оның жаратқандары туралы әңгіме айтып отырмыз. Демек біз бірінші топқа жатамыз. Яғни сол періштелер бағанағы зікір етіп жатқан ортаны айналып, оның нұрын Алла тағаланың құзырына дейін көрсетеді екен. Сол кезде Алла тағала бұл періштелерге Алланы ұлықтап жатқан бұл ортаны жәннатпен сүйіншілейтінін айтады. Ал дәл осы кезіп жүретін екінші топтағы періште жер бетінде бір-бірі үшін дұға жасайтын мұсылман бауырларды іздейді екен. Яғни олар арнайы бір-бірі үшін: Раббым менің бауырыма осы нәрсені нәсіп ет, Раббым менің досыма салихалы ұрпақтар нәсіп ет, оған қайырлы әйел нәсіп ет деп дұға жасаса, дәл осы періштелер саған да деп арнайы сол адамды іздеп жүреді екен. Сегізінші топтағы періштелер аршы періштелер. Дәл осы 8 періштенің міндеті аршыны көтеріп тұру. Олар 8 болса, оның мынау құлағының жұмсақ жерінен мойнына дейінгі жері дейді 500 жылдық жолды құрайды. Яғни оның үлкендігі туралы айтылған. Келесі топтағы періштелер болса, Қағбаны айналушы. Біз ойлап жүрген Қағба емес, көктегі Қағба. Яғни ол Байтул Маъмур деп айтылады. Мынау жердегі Қағба, қазір біз айналып жүрген Қағба болса, ол соның көлеңкесі. Дәл сол көктегі Қағбаны 70 мың періште өмірінде бір-ақ рет қана айналады екен. Ал екінші рет айналып келуге, екінші рет тауaf жасауға оның шамасы, оның о жерде келмейді екен. Келесі топтағы періштелер болса, жан алатын періштелер. Яғни жан алатын періштенің көмекшілері болады. Егер өліп жатқан адам өте ізгі адам болса, оның жанын алу үшін жәннаттан кебін түсіріп, оның жанын өте жеңіл алады екен. Ал ол өте жаман адам болса, оның жанын қинап, оны азаптап, жанын алады екен. Айырмашылығы екі түрлі. Жақсы адамның жанын 7 қабат аспанға дейін көтереді, ал жаман адамның жаны 1-ші қабатқа көтеріліп, сол жерден отказ алып қайтады екен. Сосын қабірде сұрақ жауап алатын Мункар, Накир атты періштелер. Ол періштелер сізге 3-ақ сұрақты қояды. Дәл осы 3 сұраққа жауап берсек, біздің жанымыз қияметке дейін тыныштықта болады. Ал жауап бермесек, біздің халіміз өте қиын болады. Финал. Ең соңғы періштелердің бірі Ридуан. Жәннат қақпасын ашатын және оның көмекшілері бар. Жәннатта арнайы қызмет жасайтын. Жәннатта адам баласы мүлдем қызмет жасамайды, тек қана періштелер қызмет жасайды. Бұл сол періштелердің бастығы. Ридуан жәннат есігін ашып, жәннаттықтарды қарсы алады екен. Ал ең қорқынышты періште болса, ол Малик. Тозақ қақпасын ашып беруші періште. Ол жаратылғаннан қазіргі күнге дейін ешқашан күлмеген және күлмейді де. Тозақ періштесінің 19 көмекшісі бар. Олар тозақтықтарды қатты қинап азаптайды екен. Алла тағала бұл періштелерді бізден сақтай көрсін. Бізді жәннаттықтардан етіп, жанымызды тыныш алсын.